Дәстүрлі түрде жолға қойылып, отбасының 10 имиджін насихаттауға бағытталған мерейлі отбасы ұлттық байқауының қалалық кезеңіне биыл 4 жанұя өтінім берген. Ерекшелігі сол, олардың ішінде жұмысшы мамандығын той еткен еңселі әулеттер де бар. Конкурс тек бір кезеңнен, яғни таныстырудан тұрды. Арнайы таңдалған қазылар алқасы мен көрермендер алдында берекесі мен бірлігі келіскен жанұялар берік діңгек болып қалыптасқан отбасыларын таныстыру міндет етілді. Алып кеніші БГТРдегі жалпы еңбек өтілдері 219 жылды құрайтын Тұрсынбаевтар әулеті сайыс жарияланғанын естігенде ойланбастан қатысуға өтінім берген. Ерекше таныстыру ойластырып, дайындыққа бірден қамданып кетті дейді кенішке саналы ғұмырының 45 жылын арнаған отағасы. Отбасымыз стажы басталғанымыз әкем Хайрулла, шешем Бибиназия бастаған, сосын ағам істеген, енді мен өз отбасым жұбайым істейді, екі ұлым істейді, күйеу балам, келінім, қызым істейді. Үлкен қыз, кіші қызым декретный отпускада. Сонымен біз өзіміз многонациональный семьямыз, орыс та бар арамызда, қазақ та бар. Помощник машинист болып тяговый агрегат АП-дан, сосын болдым, машинист болдым, машинист-инструктор болдым, зам начальника болдым, начальник депо болдым. Қазіргі маманым главный технолог Богатырь көмірдің по ремонту ЖД транспорта. Дайындық бір айдай бізге айтты, бір айдың ал. Соның ішінде өзіміз программа составлять етіп, сценарий, фотоға түсіріп, дайындалдық. Ты должен выбор сделать здесь. И вот мне сердце подсказало, ты машинистом должен стать, локомотивом управлять. И над Борисом я везу черный уголь по утру. Стук колес, вагон бежит, я сигналю. Ұйымшылдығы жарасқан тағы бір алпауыт кәсіпорын, яғни Шығыс кенішінің белді қызметкерлерінен құралған Саматаевтар отбасы да сайысқа сақадай сай дайындалғандардың қатарында. Сонау 1954 жылы тағдыр ағынымен Екібастұзға қоныс аударған отбасының сол кездегі алып бәйтерегі аталмыш кәсіпорында паровоз машинисі қызметінен еңбек жолын бастаған. Бүгінде әкенің салып берген сара жолын ұлдары жалғастыруда. Тіпті қарбалас өмірде әулеттің әрбір мүшесі қалыптасып кеткен дәстүр жайлы ұмытпайды. Ол бірлесіп тәтті бәліш пісіріп, шай үстінде шүйіркелесу дейді берекелі әулет. Традиции собираемся. Отбасымыздың басты мақсаты ауыз біршілігімізді жоғалтпау. Сәл себеп бола қалса, жинала кетіп, торт пісіріп, шай үстінде әңгіме өрбітеміз. Табиғат аясында демалғанда ұнатамыз. Ерінбей бірге барып, бірге жүреміз. Еңбекке деген құлшынысымыз зор. Сондықтан біз мерейлі отбасы аталымына лайық деп ойлаймыз. Кейін сахнада халатты абзал жандардан құралған Ухановтар жанұясы сән құрды. Отананың еңбек жолы үлгі болса керек, отбасының ұл қызы да өмірін осы мамандықпен жалғаған. Немерелері де өнерден кенде емес. Өнерпаз балалары бір төбе Сухановтар әулеті көрерменнің көзайымына айналды. Балаларының бойына бауырлық жанашырлықты сіңіре білген алтын құрсақты ана, ауыз біршілігі біте қайнасқан жанұя екендігін сахна төрінде дәлелдеді. Осылайша қазылар алқасының шешімімен конкурстың облыстық кезеңіне қос кеншілер отбасы, яғни БГТРлық Тұрсынбаевтар мен Шығыс кенішінің үкіліген үміті Саматаевтар жанұясы жолдама алды. Естеріңізге салайық, мерейлі отбасы ұлттық байқауының облыстық кезеңі осы айдың соңына дейін ұйымдастырылмақ. Кейін қыркүйек айында отбасы күні қарсаңында республика көлемінде үздіктер арасынан жеңімпаз әулет анықталатын болады.